Қазір мен автобустамын. Айтпақшы, сәлем, қалайсың? Жаздағы жиналған блоктарды салуға енді қолым тиіп жатыр. Ал бұл мен. Біз қазір клиникадамыз. Сізден кейін біз күшті бір жерге барамыз. Бұл клиникадағы гүлдер, ал бұл даладағы ағаш. Ешкім сынап ол туралы айта алмас, қайталанбас, мен жоғарыға тынас. Бар деп жалғанда дәлелдегім келешекте миллиард адамға. Бұл менің ағаштан алма жұлып оны жеп тұрған сәтім. Жазда кекіл шығардым, өзіме қатты ұнады. Мына сол өзіме тамсанып жүрген кездерім ғой. Билетімізді алып, енді ботаникалық баққа кіріп жатырмыз. Іші өте әдемі. Қазір сіздерге барлығын көрсететін боламын. Бүгін күнде күшті болып тұр, қатты ысы емес. Әсем. Бақтың іші өте әдемі. Бірақ кішкене влажность бар екен ішінде. Бірақ ішіндегі көрініс деген өте күшті. Çok güzel. Тау мен бұлт деген ағаштар барлығы күшті контраст ұстап тұр. Балық бар ya şimdi. Дем болып тұр да? Үш балқыда тұрып қой. Мынаның ішінде балықтар бар екен. Aletте үйректер жүр. Бажынаған құстардың ары. Үйректер жүр жан жақта. Светтер күшті. Күшті екен де? Ана үйректерді қараңыздар. Как классно. Ай, ара жүр. Вау. Белка. Aslında. Ар жақта съемка болып жатыр. Қазір мына жерде пикник жасайын деп жатырмыз.
жігіттердің қонақ үйі дейді. Мынау жігіттердің қонақ үйі. Экалық бақтың іші өте үлкен екен. Шынымен шаршайсың. Мен қазір бір отыратын жақсы жер іздеп жүрмін. Кішкене пикник жасау үшін. Пикникке келдік. Достар, қазір мен үйге кетіп бара жатырмын. Кеш болды, уже жаңа тамағымызды жеп алдық. Енді шаршадым әбден. Вот, біз кетіп бара жатырмыз. Бүгін күн күшті өтті. Қараңыздар, қалай күшті. Мынау оңтүстік жақтан шығатын жақ сияқты. Қателеспесем, солтүстік па әлде. Сонымен бүгінгі біздің демалысымыз аяқталды. Ертең тағы да басқа жерге баратын шығармыз деп ойлап тұрмын. Арасында осындай қызықтар болып тұрады. Біреуі жүрсе, біреуі қалып қояды. Бірақ бұл біздің қыдыруымызға түкті кедергі келтірмейді.